Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Бүгін сіздермен қауыннан варенье жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен қауынымызды кесіп, қабығынан бөліп, турап алатын боламыз. Күнделікті жегенге жасап қойсаңыздар, немесе қысқа бекітіп алсаңыздар да болады. Мен күнделікті жегенге жасадым. Осылайша барлығын кесіп, турап алатын боламыз. Менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінеки барлық қауындарымызды турап болдық. Мен бір қауыннан жасадым. Және де қазанда қайнататын боламыз. Қазанымызға туралған қауындарымызды салып, астын қатты қоятын боламыз, оттың астын. Бір қайнағаннан кейін баяу отта қайнататын боламыз. Мінеки вареньеміз бір қайнап болды. Осы кезде дәміне қарай қант саламыз. Мен 300 граммдай қант салдым. Бір қайнағаннан кейін көбіктерін, шыққан дәнектерін алып тастаймыз ожаудың көмегімен. Қозғап, оттың астын баяу қоятын боламыз. Мінеки түсі өзгере бастады. Осындай карамель түс болған кезінде ыстықтай бекітетін болсаңыз, ыстықтай стерильді банкіге жауып алсаңыз болады. Мен кейіннен суығаннан кейін жай банкіге құйып, холодильникке сала салдым. Мінеки өзі суығаннан кейін қоюланатын болады. Күнделікті жегенге өте дәмді шықты. Ас болсын баршаңызға. Мінеки қою вареньеміз дайын болды. Балаларға ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.